Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге осындай өте жұмсақ әрі әдемі торттың рецептісімен бөлісемін. Егер видео ұнаса, соңына дейін көруге кеңес беремін. Тортымыз өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Рецептісін астына описание қалдырып кетемін. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Одан соң 1 стакан қант қосамыз. Қантымыздың бәрін қоспаймыз, осылай миксерлеп отырып қосамыз. Ал енді осы жұмыртқамыз әппақ болып ағарғанша миксерлейміз. Мінекей осылай әппақ болу керек. Ал енді оған сүт немесе айран қосамыз. Сүтке кез келген сүт бола береді, ашыған сүтті қосуға болады. Мен ашыған сүтті қостым. Және де сұйық май қосып, жақсылап миксерлейміз. Ал енді електен өткізіп, ұн қосамыз. Ең алдымен осылай ұнның өзін қосамыз. Ал енді ұнымызға разгидетель қосамыз, яғни қопсытқыш, және де 1 қасық сода қосамыз. Осылай електен өткіземіз. Сол кезде біздің бисквитіміз биік болып көтеріледі. Жақсылап миксерлейміз. Ұнымыздың бәрін қоспаймыз. Осылай бөлек-бөлек қосамыз. 3 бөлікке немесе 2 бөлікке бөліп қосамыз. Осылай електен өткізіп қосамыз ұнымызды. Жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Ал енді тағы біраз ұн қосамыз. Одан соң миксерлейміз осылай. Біздің қамырымыз дайын болды. Мінекей осылай қоюлығы осындай болады. Біздің қамырымыз өте қою болмау керек, және де өте сұйық болмау керек. Осылай болу керек. Ал енді пергамент төсейміз. Негізі пергамент немесе пальга төсеуге де болады. Мен пальга төсеймін. Пальгамызды осылай кесіп аламыз, жақсылап. Ал енді оны табамызға саламыз. Менің табамның диаметрі 24 сантиметр. 22 сантиметр де бола береді. Ал егер де бұдан үлкендеу табаға пісіретін болсаңыз, егер 26-30 сантиметр деп пісіретін болсаңыз, ингредиенттерді көбейтесіз. Осылай қамырымызды салып, 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пешінде әртүрлі, сондықтан да 30 немесе 40 минутта піседі. Біздің пирогымыз дайын болды, осылай пісті. Енді айналасы жабысқымау үшін осылай пышақпен кесіп шығамыз. Одан соң осылай алып тастаймыз. Пальганы осылай мен ыстық күйінде алып тастаймын. Одан соң 3 бөлікке бөліп суытамын. Пышақпен немесе жіппен де алып осылай кесуге болады. Осылай мен жіппен кестім. Ал енді осыны бөлме температурасында осылай суытамыз. Ал енді крем жасаймыз. Ол бізге сок керек. Менде осындай сок. Кез келген сок бола береді. Оған шанти крем қосамыз. Шанти крем менде осындай крем. Осындай құрғақ қоспа. Осыны енді қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң миксерлейміз. Миксермен шамамен мен 15 минутта миксерледім. Осылай қоюлана бастайды. Бірақ одан да көп миксерлесек, формасын жақсылап, жақсы қою болып шығады. Неге формасын жақсылайды, осылай қою болып шығады.
Ал енді мен бұған йогурт қосамын. Йогурттың орнына творожный сыр қосуға да болады. Осылай 2 йогуртын қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің крем дайын болды. Осылай болып шығады. Формасын жақсы ұстайды өзінің. Ал енді біз бұны кондитерлік қапшыққа саламыз. Мен кондитерлік қапшықты өз қолыммен жасадым. Ол үшін ең алдымен бөлек ыдысымызға кремнің жартысын салып аламыз. Одан соң оған какао своя стружка қосамыз. Осылай какао стружкасын қосамыз. Одан соң миксерлейміз. Ал енді осы кондитерлік қапшыққа саламыз. Осылай креміміздің бәрін саламыз. Одан соң осылай итеріп кремді жылытамыз. Енді біз корждарымыз дайындайтын боламыз. Менде бұл ең астың корж. Осылай астына қоямын оны. Одан соң пропитка жасаймыз. Пропиткаға қолдан қантпен немесе суды араластырып сироп етіп істеуге де болады. Немесе кез келген сокты қосуға да болады. Осылай кремімізді жақсылап жапшамыз. Крем негізі осылай ортасына көп етіп жасақ, тортымыз жұмсақ өте әдемі болып шығады. Сондықтан мен кремді ортасына көп жағамын. Бұл бізде екінші корж. Оған да осылай пропитка жасаймыз. Одан соң осылай кремімізді жапшамыз. Біз кремімізді полностью барлық жеріне жапшамыз. Осылай. Ал енді ең соңғы, ең үстіндегі коржымызды қоямыз. Мен корждың айна тек бетін алып тастадым. Солай алып тастау керек. Одан соң осы кальцияны төпсеміз. Біздің биіктігі осындай болады тортымыздың. Ал енді осы коржымыздың бетіне де пропитка жасаймыз. Одан соң айналасына осылай қағаз қойып шығамыз. Сол кезде біздің формамыз бүлінбейді. Одан кейін осылай қалған креміміздің жартысын ғана жағамыз. Осылай енді тоңазытқышқа 1 сағат қоямыз. Немесе морозильникке жарты сағат қойсақ та болады. Біздің тортымыз жарты сағат тұрды. Ал енді осы кремді айналасына жағамыз. Одан кейін осылай мен шоколадты ерттім. Айналасын сәндеп шығамыз. Бұны осылай сәндеу маңызды емес, өзіңіздің фантазияңызға байланысты сәндей берсеңіз болады. Менде осы қалған кремді осылай насадкаға салып, осылай форма етем, әдемі гүлдер жасаймын. Насадканы негізі қолмен жасауға да болады. Менде бұл насадкалардың бәрін өз қолмен жасағам. Енді қалған бізде какао стружканы беттеріне осылай сеуіп шығамыз. Тортымызды тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қоямыз. Менде бұл 5 сағат тұрды. Біздің тортымыз тоңазытқышта 5 сағат тұрды. Мінекей өте жұмсақ болып шыққан.
осылай бөлген кезде де жұмсақ болып бөлінеді. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Және де каналға тіркелген соң колокольчикті басып қойыңыз. Сол кезде менің видеоларымды бірінші болып көресіз.